Assalamu alaikum. Hürmetli көрермендер, hürmetli сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Сөйлегенде үсіп жағаласып айқайлайды енді. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін Наурыздың 10-ы. Бізде көктем емес, қыс басталғандай боран. Тауық қораның есігін ашу үшін адамның бойымен бірдей қарды тазалап кірдік үшін. Суын жемін беріп жатырмыз. Жұмыс жоқ бүгін, боран далада, жол жабық. Тауықтар жұмыртқалауда. Осындай бізде. Осындағы тауықтар тоже. Тауық. Жүндер түсіп жатыр ма бір нәрсе өдіп. Екі қойды. Жұмыртқаға жатқысы келіп жүр ма бір нәрсе тоже. Қазір өзімде инкубаторда балапандар ертең ар күн шығады, алла жазса. Соған инкубацияға жұмыртқа жинап жатырмын қазір. Бір 30 шақты жұмыртқа бар уже. Сол ертең ар күні туса, сол 10 штук австралорд деген жұмыртқаға заказ беріп қойғам. Соны алып келем қаладан. И өзіндегі домашний тауық жұмыртқалары бар. Сосын кучинский жұмыртқалар бар. Олардың бәрін салып, үшінші партия. Үшінші емес, даже төртінші партия шығады ғой менде балапандар. Сол жұмыртқаны салсам. Өйткені бірінші партия өзім шығардым, одан кейін 40 жұмыртқа бір кісіге заказ бердім. Ол шықты, қазір брудерде тұр. Одан кейін ертең ар күн шығатын балапан. Содан кейін уже төртінші партия кетеді. И апрельдің 1-іне қарай 100 жұмыртқа заказ түсті. Кучинскийдің жұмыртқаларынан. Өзіме жинап болғасын, сол 10 күннің ішінде сол кісіге жинайтын болам, алла жазса. В общем, сезон басталып, заказдар түсіп жатыр. Тауықтардың бәрі түшкіргені, басқасын бәрі кетті. Бәрі нормально. Алдында 1-2 тауық түшкіріп, қораз түшкіріп, мына жерде кішкене ауырған. Оның бәрін емдеп алдық. Ендігі шаруа сол. Инкубацияға жұмыртқа жинау. Так. Бүгін енді жұмыс жоқ болғасын, осы тауық қорамен айналысатын болам. Өткен жұмыс біраз бар. Ертең ар күн балапандар шықса, брудерде тұрған балапандарды осы сарайға тоже көшіретін болам. Қазір балапандар жаққа барам. Так, мұнда менің брамаларым. Айтпақшы, браманың жұмыртқасын жинап жатырмын. Еще бір тауық туып жүр, светлый брама. Соның жұмыртқасын тоже жинап жатырмын. 4-еу ма, 5-еу ма болып қалды. Тоже салып жүрем ертең инкубацияға. Көреміз қандай шығатын. Өйткені мынаумен мына екеуінің смесь болып шығады ол. Тазаған шықпайды, бірақ смесь болып шығады, сонда да тауықтардың арасында жүреді. Мына жердегі балапандардың бәрін кешетінде көшіріп тастадым астына қарай. Өйткені жоғары жаққа анау майда балапандарды қоямыз. Кішкене жылырақ болсын деп осы жақты босатып қойдым. Өйткені астынан жылы ұрады, үстінен жылы ұрады, сосын балапандар тоңбайды. Мына жаққа сол біздің тұңғыш балапандарды көшіріп тастаған кеше. Бар, шемдері бар, міне осындай кормушка бар. Былтыр істеген кормушкам ғой мынаумен.
шай пайдаға жарап тұр. Өткенде істеген кормушка. Керегінше жейді, жемеген тұрады. Ақырындап салып қоясыз, 1-2 күнге жетеді үшін. Осылай су ішіп, жем жеп. Сулар таусып қапты, әттен шөлде қапты балапандар. Су ішіп жатыр қазір. Енді бұлай бір көзге қарасаң өспеген сияқты балапандар, бірақ үйдегі балапандармен салыстырсаң, мыналар кәдімгі тауық болып қалған ғой. Так. Балапандарды көшірдік. Енді ана балапандарды осы жерге қоямыз. Одан кейін шыққан партия балапандарды мына жаққа орын дайындаймыз. Мына жерден дайындаймыз. В общем, аншын бәрі балапанға толайын деп тұр, Құдай қаласа. Мұнда жатқан біздің күрік тауық тоже балапан шығарады. Қай күн екенін ұмытып қалдым, жазып қойғам дәптерге. Тоже оны отдельно орналастырамыз балапандармен бірге. Оған дейін олар шығарам дегенше мына балапандарды мына жерге жіберем. В общем, орын биылға балапандарға жетеді. Енді мына жердегі балапандар өсіп кетем дегенше Алла жаса күнде жылып жер қараяды. Содан кейін далаға көшіріп тастаймын. Оның үстіне қораздарды бір ай толғасын алып тастаймын тоже. Қораздарды. Жалпы осындай. Мына жерде әлі осындай сеткада разборкалар болып тұрады бізде. Так, бүгінгі шаруа болса. Кешке дейін тағы бір өзгерістер болса, жұмыстар жасасам, тоже видео салам. Алла жазса, пока. Осындай далада боран. Тоже қазір сала кетем. Жел деген ұрт тұр. Қар жауып жатыр, как будто бір қыс басталып жатқан сияқты. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.